6 сынып мектеп оқулығы, сабақтың тақырыбы тарихи жолдың атауы. Отырар, Тараз, Сайрам, Исфиджап, Түркістан, Яссы, Суяб, Баласағұн, тағы сондай сияқты көне қалалар тек сауда ғана емес, мәдениет және ғылым орталықтары болды. Ертеде Тараз қаласындағы сауда базарын көргендер Тараз базары әлем айнасы дейтін. Себебі бұл жақта кез келген дүниені айырбастауға, сату мен сатып алуға болатын. Мыстан жасалған тұрмыстық бұйымдар мен қару-жарақтар, киім-кешек пен ер-тұрмандар саудаға түсетін. Отырар алқабына 150-ден астам кішкентай қала кіретін. Бұл елді мекен қорған сарайларға бай болатын. Саудамен қатар бұл аймақта білім мен ғылым саласы дамыды. Түркістан, Яссы ертеден екінші Мекке деп аталатып кеткен. Бүгінгі таңда көне қала әлемдік туризм орталығына айналды. Суяб пен Баласағұн қалаларында жыл сайын кең көлемде сауда жәрмеңкелері өткізілетін. Әртүрлі елден жиналған саудагерлер бас қосып, сауда қарым-қатынасын орнататын. Отырар, Тараз, Сайрам, Исфиджап, Түркістан, Ясси, Суяб, Баласагун и древние города были не только торговыми, но и центрами культуры и науки. Те, кто видел рынок в Таразе, говорили, что Таразский рынок – зеркалом мира. Потому что здесь можно обменять, продать и купить что угодно. Продавались предметы домашнего обихода и оружие из меди, одежда из седла. Отрарская долина включала в себя более 150 небольших городов. Это поселение было богато укрепленными дворцами. Наряду с торговлей в этом регионе развивались образование и наука. Туркестан, Яссы издревле называли второй Меккой. Сегодня древний город стал центром мирового туризма. В городах Суяб и Баласагун ежегодно проводились торговые ярмарки. Купцы из разных стран встречаются и устанавливают торговые отношения.